Барша қазақстандықтар көріңіздер, сәлеметсіз бе қымбат көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғашқы қатарынан біліңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. Қазақстанда ең төменгі жалақы халықаралық стандарттарға сәйкес есептелмек. Сенат депутаттары дамушы елдер ерекше ескерілген ең төменгі жалақыны белгілеу туралы конвенцияны ратификациялады. Құжатта жұмысшылардың және олардың отбасы мүшелерінің қажеттіліктерін, сондай-ақ елдің экономикалық даму деңгейін ескеретін ең төменгі жалақыны белгілеу, заңдық күші бар және төмендеуге болмайтын ең төменгі жалақы міндетті болуы, мемлекеттерге ең төменгі жалақыны қайта қарау тәртібін бекіту, ондай кезде жұмысшылар мен жұмыс берушілер арасында тиісті консультация жүргізу қарастырылған. Отырыста Сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев конвенцияда ең төменгі жалақыны елдің макроэкономикалық көрсеткіштерін ғана емес, сонымен бірге азаматтарымыздың нақты қажеттілігін ескере отырып есептеуге мүмкіндік беретінін атап өтті. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Қымбат көрермен, бізді бақылауды жалғастырыңыз.